Сәлем достар. Сіздермен ойланта барынасы. Бүгін сіздермен сұрақ-жауап викторинасын ойнайтын боламыз. Кім қанша балл жинады, комментарий жазамыз. Ал ендеше кеттік. Ежелгі Олимпиада ойындарының отаны. Грекия, өте дұрыс жауап. Ұлы жібек жолын байланыстырған аймақтар. Азия мен Европа. Египеттегі басты өзен. Өте дұрыс, Ніл. Мачу-Пикчу қай өркениетке тиесілі? Инка өркениеті. Ұлы Александр қай мемлекеттің басшысы? Дұрыс жауап, Македония. Шыңғыс хан қай империяның негізін қалады? Моңғол империясы. Ұлы Наполеон қай елдің тұлғасы? Дұрыс, Франция. Пирамидалар мен әйгілі ежелгі өркениеті қайсы? Дұрыс, Египет. Гибралтар бұғазы қандай екі су айдынын байланыстырады? Атлант және жерорта. Австралияның астанасы қай қала? Канберра. Египет қай құрлықта орналасқан? Өте дұрыс, Африка. Қазақстанда орналасқан үлкен көл. Дұрыс, Зайсан. Қазақстан қай мұхитқа тікелей шыға алмайды? Қазақстан ешқандай мұхитқа шыға алмайды. Жердегі ең суық материк. Антарктида. Адам ағзасындағы ең үлкен мүше. Бұл тері. Сегіз аяқтың неше жүрегі бар? Үш жүрегі бар. Қай жануардың саусақ іздері адамдікіне ұқсас? Дұрыс, куала. Жердегі ең үлкен жануар. Бұл көк ит. Ғарышта адам көз жасын төксе не болады? Жас көздің айналасына жиналады. Әлемдегі ең үлкен арал. Гренландия.
Үстелде 5 алма тұр. Сен 2 алманы алдың. Неше алма сенде бар? Дұрыс, 2 алма. Қай өркениет сына жазуымен танымал? Шумерлер. Бал арасы күлден жинаған шырынды не үшін пайдаланады? Иә, бал жинау үшін. Қай планета күн жүйесіндегі ең ыстық планета болып саналады? Дұрыс, Венера. Акуланың қаңқасы неден тұрады? Дұрыс, шеміршектен. Қай жануардың мойнында адамға ұқсас 7 мойын омыртқасы бар? Керемет, жирафта. Найзағай кезінде ауа температурасы қысқа уақыт ішінде қанша градусқа жетеді? 30.000 градус. Күн жүйесіндегі ең үлкен планета? Юпитер. Адамның ДНК-сын созып жіберсе, шамамен қанша ұзаққа жетуі мүмкін? Жауабы бірнеше жүздеген метр. Жердегі тұщы судың үлкен бөлігі қай жерде сақталған? Мұздықтар мен мұздарда. Қазақстанның аумағы бойынша әлемдегі ең үлкен елдер қатарында шамамен қай орында? 9-шы орында. Әлемдегі ең үлкен құрлықты мемлекет? Әрине, бұл Ресей. Қазақстанның ауданы бойынша ең үлкен облысы қайсы? Ұлытау. Әлемдегі ең құрғақ жерлердің бірі, Атакама шөлі қай елде орналасқан? Жауабы Чили елінде. Қазақстандағы ең ірі шөлді аймақтардың бірі? Дұрыс, Қызылқұм. Қазақ хандығы шамамен қай ғасырда құрылды? Дұрыс, 15-ші ғасырда. Алтын адам қай жерден табылды? Есік қорғаннан. Амазонка өзені қай материкте орналасқан? Дұрыс, Оңтүстік Америка материгінде орналасқан. Қазақстан неше мемлекетпен құрлық арқылы шектеседі? Дұрыс, 5 мемлекетпен. Африка мен Европаны бөліп тұрған бұғаз? Гибралтар. Ніл өзені қай теңізге құяды? Дұрыс, Жерорта теңізіне құяды.
Достар, видео ұнаса каналға жазылып лайк басамыз және сіздер қанша сұраққа жауап бергендеріңізді комментарий қалдырып кетіңіздер.